Сәлеметсіздер ме қымбатты курсқа қатысушылар. Бүгін курстың алғашқы күні, алғашқы модуль. Сіздерді менің курсымда көргеніме өте қуаныштымын. Себебі әрқайсыңыз өздеріңіздің денсаулықтарыңызды, отбасыларыңыздың денсаулығын ойлап осы курсқа келіп отырсыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар алатындарыңызға сенімдімін. Сонымен бүгінгі бірінші модульдің бірінші сабағы тамақтану мәдениеті. Тамақтану мәдениеті себебі ауру астан деген бар, иә. Біздің жеп жатқан тамағымыз, біздің қалай тамақтануымыз біздің денсаулығымызға, болашақтағы өмірімізге қатты әсер етеді. Неге? Себебі барлық біздегі энергия болсын, кожамыз болсын, шашымыз болсын, тырнағымыз болсын, ең бірінші осы біздің жеген тамағымызға байланысты өсіп дамып отырады. Сіз дұрыс емес тамақтансаңыз, теріңіз дұрыс болмайды, шашыңыз дұрыс болмайды, тырнағыңыз дұрыс болмайды, сізде дефициттер болады. Ал дұрыс, толыққанды тамақтанатын болсаңыз, онда сіз өз жасыңыздан 5-10 жылға жас көрінуіңіз де әбден мүмкін. Сонымен тамақтану мәдениеті. Толыққанды тамақтану дегеніміз не? Толыққанды тамақтану дегеніміз кәдімгі біздің күнделікті таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және де перекус. Бұл таңғы асты қалай дұрыс ішу керек, түскі асты қалай дұрыс ішу керек, кешкі асты қалай дұрыс ішу керек туралы осы ақпараттарды білетін боласыздар. Сонымен таңғы ас қалай дұрыс ішілу керек? Көпшілік ойлайтындай каша жеп, не болмаса бір жұмыртқаны суға салып жей салу, ол таңғы асқа жатпайды. Айтады ғой, таңғы асты ханға бергенде еш деп. Сол себепті ең тойымды, ең құнарлы ас ол осы таңғы ас болу керек. Бірінші, таңғы ас тұрғаннан кейін 1 сағаттың ішінде ішілуі керек. Бұл жерде май, ақуыз, көмірсу толыққанды болуы қажет. Майлар 60%-ға дейін болу керек. Яғни ол жерде жануар және өсімдік майы 50-50 болу керек. Жануар және өсімдік майы дегенге не жатады? Жануар майына кәдімгі қаз жатады, құйрық май жатады, тоң май жатады. Осының барлығы жануар майына жатады. Өсімдік майына біздегі күнбағыс майы емес, оливковый масло. Қазір эко-магазиндерден көрсеңіздер, өсімдік майлар өте көп. Бірақ оны таңдар кезде міндетті түрде холодный аджим деген таңдау керек. Яғни суықтай сығылған түрін таңдау керек та, себебі сол кезде оның құнары бұзылмайтын болады. Және нерафинированный масло таңдау керек. Бұл жерде таңғы асты, мысалға жұмыртқаны қуыратын кезде сіздер күнбағыс майына емес, зәйтүн майына қуырсаңыздар тамаша болады. Зәйтүн майынан бұрын кәдімгі тоң май бар ғой, қазақтың тоң майы, сол тоң майға қуырсаңыздар өте керемет болады. Одан кейін ақуыздар 20-40% болу керек. Бұл жерде жануар және өсімдік ақуыздары 50-50 болған дұрыс. Жануар ақуыздары дегеніміз бұл жаңағы тауық еті, сиыр еті деген сияқты. Ал өсімдік ақуыздары бобовый бар ғой, солар өсімдік ақуыздарына жатады. Көмірсу 20% ғана болу керек. Көрдіңіз бе, мән беріп отырсыз, иә? Көмірсу аз болу керек. Таңғы аста май көп болу керегін мән беріп отқан шығарсыздар, иә? Көмірсу, ал біз болсақ дұрыс тамақтану деймізді, кашаны ұрып алады, иә, көп жерде. Бұл көмірсуға жатады. Көмірсу бізде тек қана 20% болу керек. Көмірсуға нелер жатады? Көкөніс, клетчатка, жеміс-жидек, олар 30-50 грамм болу керек. Яғни тамақтанар алдында жегендеріңіз дұрыс. Одан кейін түскі ас. Түскі ас 12 мен 2-нің арасында болу керек. Осы ең түскі асқа қолайлы уақыт осы кез. Біз кеш тұрамыз, таңғы асымызды түскі аста ішіп жатамыз, 12-де, 1-де таңғы асты ішіп жатамыз. Сол себепті таңғы асты 7 мен 10-ның арасында ішкен өте дұрыс. Түскі аста майлар 15% болу керек. Мән беріп отырсыздар, май азаяды түскі аста. Майларға жануар және өсімдік майлар бұл жерде де 50-50 болған дұрыс, ақуыздар 25% болған дұрыс. Бұл жерде жануар және өсімдік ақуыздарда 50-50 болған дұрыс. Одан кейін көмірсулар 60%-ға дейін болған дұрыс.
түскі аста көріп отырсаңыздар көмірсу көп болған дұрыс, өйткені бізде түстен кейін энергия көп кетеді да, кешке дейін энергиямыз жету үшін бізге ол көмірсу жақсы керек. Көмірсу болғанда күрделі көмірсулар жегендеріңіз дұрыс екен. Баяу қорытылады да, энергия тез таусылып қалмайды. Жай көмірсулардан олар тез кетеді, тез энергия береді, тез қорытылып жоқ болып кетеді. Көмірсуларға жаңа көк шөптер мен көкөністер жатады. Яғни көкөніс сорпаларын ішсеңіздер болады. Одан кейін тамақтанған кезде міндетті түрде пробиотиктер қосып отыру керек. Әр тамақтанған кезде оған йогурт жатады, квашеный капуста жатады, көкөністер жатады. Квашеный капустаны әр тамақтанғанда жеп отырған дұрыс, себебі ол ферменттелген капустада. Бұл фермент, яғни астың қорытылуын тездетеді. Екінші кешкі ас. Кешкі астың уақыты кешкі 5 пен 8-дің арасы болған дұрыс. Бізде көпшілігіміз кешкі асты 8-ден кейін ішіп жатамыз. Қазір мысалға көп жерде жұмыс істейтіндер кеш шығады. Біреу 7-де шығады, біреу 8-де шығады. Сол кезде кешкі ас 9-10-да ішіліп жатады. Негізі лажы болса 5 пен 8-дің арасында ішкен дұрыс. Кешкі аста көмірсулар 75%-ға дейін болған дұрыс. Яғни көп мөлшерде көкөніс салаты, 3-4 түрлі көкөністен жасалған тағам болу керек. Яғни бұл жерде бұқтырылған болсын, қақталған болсын, ферменттелген болсын. Бұл жерде қақталған деген запеченный, көпшілік түсінбей жүрмеңіздер. Кәдімгі духовкаға салып көкөністерді пісіріп жесеңіздер болады. Одан кейінгісі майлар 15%-ға дейін болу керек. Майлардың бұл жерде кешкі уақытта өсімдік майы болған дұрыс. Яғни сіз салат істесеңіз де көкөніспен, болмаса қуыратын болсаңыз да осы көкөніс майы, зәйтүн майы бар, для жарки деген болады. Соны таңдап алсаңыздар болады. Одан кейін ақуыз 15%-ға дейін болу керек. Яғни бұл жерде де өсімдік ақуызы болған дұрыс. Себебі жануарға қарағанда ақуызы өсімдік майлары тез сіңіп, тез қорытылады, екен ауыр болмайды ағзаға. Кешкі жатар уақытта ауыр болмайды. Перекус, егер де сізге қажет болған жағдайда жұмыста болсаңыз, жаңағы физический нагрузкаңыз көп болса, сізде онда перекус жеуіңізге болады. Яғни бірінші перекус таңғы астан кейін 2 сағаттан кейін болу керек. Мысалға, таңғы асты 10-да ішсеңіз, 12-де перекус болу керек та, одан кейін 1-2-ге қарай түскі ас жасауыңыз қажет. Екінші перекус түскі ас пен кешкі астың ортасында, дәл ортасында болу керек. Кез келген уақытта перекус жей беруге болмайды. Әр тамақтану, яғни толыққанды болу керек. Олардың құрамында көмірсу, ақуыз, май, клетчатка болуы әбден міндетті. Сіздер тек бір ғана көмірсудан, бір ғана ақуыздан, бір ғана майдан ғана тамақтануға болмайды. Күніңізді осылай ақуыз, май, клетчатка, көмірсу барлығы толыққанды бірге болса, онда сізде осы толыққанды тамақтануға жатады. Одан кейін толыққанды ұйқы. Біздің дұрыс өмір салтымыз дұрыс болу үшін бізге ең бірінші тамақтан кейін ұйқы керек. Егер сіздің ұйқыңыз дұрыс болмаса, сізде энергия дұрыс емес болады. Сізде биосағат бұзылатағына гормондар бөлінуі дұрыс болмайды. Ұйқыға 1 сағат бұрын сізде 1 сағат бұрын өзіңіз үйдегі электр құралдарын барлығын суырып жатуыңыз керек. Яғни гаджеттерді өшіруіңіз керек, телефон қолданбау керек 1 сағат бұрын. 23:00-ге дейін ұйықтап үлгеру керек. Себебі 23:00-ге дейін бізде мелатонин гормоны бөліне бастайды. 22:00-ден бастап мелатонин гормоны бөліне бастайды да, бізде сол уақытта ұйықтасаңыз, сіздің ұйқыңыз қанық, әрі организміңіз толыққанды восстановление болып тұрады таңертең тұрған кезіңізде. Сіз егер 2-3-ге дейін жүре берсеңіз, онда мелатонин гормоны алып кетіп қалады. Бұл гормон туралы гормондар сабағында айтылатын болады. Қай уақытта тұру керек? Қай уақытта тұрасыз күнделікті? Мысалы, күнделікті 7-де тұрсаңыз, күнде сол уақытта тұру керексіз. Тіпті демалыс күнде. Себебі организм биосағат деген болады. Биосағат осы
қай уақытта жатасыз, қай уақытта тұрасыз, сол күнделікті істеп отырсаңыз, сіздің денсаулығыңыз жайлап түзеле бастайды өзінен өзі. Сіз витамин болсын, бір баттар, мына ұйқыны тыныштандыратын анау мынау дегеннің барлығы ол жай көмекші құралдар. Егер де сіз тамақтануды, ұйқыны, физикалық жүктемені дұрыстасаңыз, онда сіздің денсаулығыңыз өзінен өзі реттеле бастайды. Ұйықтайтын бөлмеде қандай болу керек? Ұйықтайтын бөлме қараңғы болу керек. Қараңғы болса, уже ми ұйықтау керек екенін біледі, сигнал беріп гормон бөле бастайды. Басқа органдарға демалыс бере бастайды. Жайлап олар таңертең қайтадан жұмыс істеуге олар восстановление жасап жатады организмінде. Одан кейін қоңыр салқын болу керек. Одан кейін қатты ыстықта, қатты суықта ұйықтауға болмайды. Прохладный дейді ғой, қоңыр салқын, солай болып ұйықтаған дұрыс. Толыққанды физикалық жүктеме. Бұл физикалық жүктеме міндетті түрде керек. Ең аз дегенде күніне 10.000 шаг жасап тұрыңыз. Сіз вообще физикалық жаттығу жасамаймын десеңіз, ең аз дегенде 10.000 шаг жасап тұрыңыз керек. 10.000 шаг деген былай жүріп кету емес. Кәдімгідей мен 10.000 шаг жасаймын деп жүріп келу. Тамақтан кейін күні бойғы шагыңыз 10.000 шаг болу керек. Тым артық және тым төмен физикалық жүктеме ұйқыға кері әсер етеді екен. Өйткені тым артық болса, дене ауырады, қатты адам әлсіреп кетеді, ал тым төмен болса, адам одан сайын вялый болып қалады. Бір үстіне ауыр жүк тұрған сияқты болады. Энергия болмайды, қайта физикалық жүктеме болмаса адамда энергия болмайды, ұйқыға тарта береді, ұйқысы келе береді, ештеңеге жасауға желаниясы болмайды. Одан кейін 18:00-ге дейін, кешкі 6-ға дейін жаттығу жасап үлгерген дұрыс. Себебі кешкі 6-дан кейін уже кешкі ас уақыты болады, кешкі ас ішкеннен кейін мүлдем жаттығу жасауға болмайды, ұйықтағанға 3 сағат қалғанға дейін жасау керек. Негізі көп адамдары түнде энергия бөліне бастайды. Түнгі уақытта кейбір адамдар түнгі уақытта осы бөлмесінде тұрып жаттығу жасағысы келеді, осыны таңертең тұрып жасайыншы деп жаттығу жасап жататын кезде істеп кететін бар. Ол болмайды. Себебі организмге артық күш түседі, гормондардың бөлінісі дұрыс болмайды. Ұйықтар алдында серуен жасап келген дұрыс, далаға бір шығып кішкене йога. Енді йога дегенді қазақтар көп қолданбайды ғой, енді ауылда жерде тұрғандар йога дегенді білмейді, жасамайды да. Сол себепті кішкене сергіту болсын деп далаға серуендеп келсеңіз болады.